Асқазан қатерлі ісігінің 5 маңызды симптомы. Бірінші, ішіңіздегі ауырсыну, әсіресе тамақтан кейін, пішетін іштің ауырсынуы. Іштің ауырсынуы пішпылдыққа ұқсас болуы мүмкін. Асқазан қатерлі ісігінің жасырын симптомы болуы мүмкін. Екінші, құсу. Құсу әсіресе қорытылмаған тамақ немесе қан бар болса. Үшінші, қара түсті нәжіс. Біз оны милена деп атаймыз. Төртінші, түсініксіз салмақ жоғалту, әсіресе 3-тен 6 айға дейінгі қысқа мерзімде дене салмағыңыздың 10-дан астамын жоғалтсаңыз. Бесінші, ерте тойымдылық, немесе іштің кернеуі, немесе толықтық сезімі асқазан қатерлі ісігінің тағы бір маңызды симптомы болып табылады.